Неге кейбір денелер соқтығысқанда кері секіреді, ал кейбірі жабысып қалады? Бұның жауабын табу үшін сабағымызды бастайық. Бәріне сәлем. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз импульс деп аталады. Ал ендеше кеттік. Бізде бүгін жоспарда импульс дегеніміз не, серпімді және серпімсіз соқтығысу және де есептер шығару. Ал ендеше кеттік. Алғашқы тақырыбымыз импульс деген не? Ең алдымен импульс дегеніміз дененің қозғалыс мөлшерін сипаттайтын шама болып табылады. Оның формуласы осындай. Белгіленуі P деп белгіленеді. P. Және де формуласы масса көбейтілген жылдамдық. Біз импульсті қозғалыстың күші деп те атай аламыз. Және де көріп тұрғандарыңыздай, масса да жылдамдық та импульске тура пропорционал болып табылады. Яғни бізде жылдамдық немесе масса өсетін болса, бізде импульс өсетін болады. Қандай да бір шамаға. Және де біз көріп тұрғандарымыздай, бізде импульс векторлық шама болып табылады. Осындай. Яғни оның қандай да бір бағыты бар. Бұған мысалы жеңіл доп пен ауыр доп. Екеуі бір-біріне соқтығысқан кезде ауыр доптың импульсі көбірек болады. Себебі оның массасы көбірек. Сол себепті мысалы теннис добы мен футбол добын бір-біріне соқтығысса, футбол добы теннис добын қаттырақ итеріп жіберетін болады. Немесе машина мен велосипед соқтығысып. Егер қандай да бір авария кезінде машина мен велосипедист соғылатын болса, онда көбірек жарақатты алатын велосипедист болады. Өйткені оның импульсі азырақ. Ал машинаның импульсі көбірек. Осы жерде айтып кететінім, бізде импульс P деген әріппен белгіленеді, көріп тұрғандарыңыздай, және де оның өлшем бірлігі импульс тен килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд. Осындай. Ал ендеше ары қарай кеттік. Импульстың сақталу заңы. Біз білеміз, жүйеге сыртқы күштер әсер етпесе, жүйенің толық импульсі өзгермейді. Яғни бұл осындай түрде жүреді. Бастапқы екі импульстың қосындысы соңғы екі импульстың қосындысына тең. Олардың мәндері әртүрлі болса да, олардың толық қосындысы бірдей болады. Егер жүйеге сыртқы күштер әсер етпесе, бұл бізде тұйық жүйе деп аталады. Және де біз осы импульстың сақталу заңын қандай да бір соқтығысуларда, жарылыстарда, ғарыштық қозғалыстарда қолданамыз. Мысалы, жаңа айтып кеткенімдей, екі дене бір-біріне соғылатын болса, мына дене өзінің импульсін мына денеге береді, ал мына дене өзінің импульсін екінші денеге береді. Сол арқылы бізде импульс сақталу заңы орындалады. Осы жерде тағы бір мысал, мұз үстінде тұрған екі конькиші бір-бірін итерсе, екеуі де қарама-қарсы бағытта қозғалып кетеді. Яғни жаңағы түсінгеніміздей, екеуі өздерінің импульстермен алмасады. Бірақ жалпы импульс сақталады. Ал ендеше кеттік, бізде импульстардың екі түрі болады. Ол бізде абсолют серпімді және де абсолют серпімсіз соқтығысу. Осы жерде бізде ең алғашқы тақырыбымыз ол абсолют серпімді соқтығысу. Оның формуласы осылай беріледі. m1v1 плюс m2v2 тең m1v1 штрих плюс m2v2 штрих. Яғни көріп тұрғандарыңызда бізде бастапқы жылдамдықтар мен соңғы жылдамдықтар әртүрлі, және де бізде дәл серпімді соқтығысуда соңғы жылдамдықтар екі түрлі болады. Яғни осы суретте көріп тұрғандарыңыздай, мысалы екі шар бір-бірімен соқтығысатын болса, олар қандай да бір жылдамдықпен келіп соқтығысады, және де екеуі екі жаққа кетіп қалады. Осылай. Бұл бізде серпімді соқтығысу деп аталады. Яғни келіп қайтадан ұшып кету. Алдыңғы ең алғашқы видеода көрсеткен мысалымда сол болды. Яғни доп қандай да бір іргеге барып соқтығысады, және де серпімді артқа қарай қайтады. Серпімді соқтығысуды біз соқтығысудан кейін денелер қарама-қарсы бағытта қозғалады деп сипаттаймыз. Бұл жерде бізде ерекше бір зат, импульс әрине де сақталады, дегенмен кинетикалық энергия да толық сақталады. Яғни олардың импульстары бір-біріне беріледі, сол себепті бізде кинетикалық энергиямыз толық сақталады. Бұл жерде бір керемет мысал бильярд шарлары. Бильярд шарлары, мысалы, біз білеміз, үшбұрыш болып тұрады. Одан кейін қандай да бір доп оларды серпімді соғады, сонда соққан добымыз да бізге қарай қайтадан қайтады. Және де жаңағы үшбұрыш болып тұрған доптардың барлығы әртүрлі жақтарға ұшып кетеді. Осыны біз серпімді соқтығысу деп атаймыз. Немесе газ молекулаларының соқтығысы. Біз білеміз, бізде диффузияның әсерінен газдар әрдайым бір-бірімен
қозғалыста болады және де әрдайым соқтығысып тұрады. Және де осы соқтығысулардан кейін олар жан жаққа ұшып кетеді. Яғни мысалы екі газ бір-бірімен соқтығысса, олар екеуі де жан жаққа ұшып кетеді. Ал бізде келесі тақырып ол серпімсіз соқтығысу болып табылады. Серпімсіз соқтығысуда бізде денелер соқтығысқаннан кейін бір бағытта жылжитын болады. Яғни олардың соқтығысқаннан кейінгі жылдамдығы бірдей болады, ортақ болады. Бұны біз осы суреттен көре аламыз. Мысалы, қандай да бір бағана айтып кеткенімдей, үлкен доп пен кішкентай доп болса, үлкен доптың импульсы көбірек болғандықтан, ол кішкентай доптың импульсы онымен теңесе алмайды. Сол себепті екеуі бір бағытта ұшып кетеді. Және де олардың жылдамдығы ортақ болады. Осы жерде бізде ерекше зат ол импульс әрине де сақталады, дегенмен кинетикалық энергияның бір бөлігі жылуға, дыбысқа, деформацияға кетеді. Осы бір бағытта қозғалу үшін. Сол себепті біз осыны серпімсіз соқтығысу деп атаймыз. Бұған бір мысал машиналардың соқтығысуы. Біз білеміз, машиналардың массалары мен жылдамдықтары әртүрлі болуы мүмкін. Олар жолда қалай жылдамдықпен келе жатқаны, массасы қандай деген сияқты әртүрлі қандай да бір себептер болады олардың соқтығысына. Және де осы моментте бізде машиналар бір-бірімен соқтығысқаннан кейін көбінесе осындай жағдай болып жатады. Үлкен жылдамдықпен келе жатқан машина, оған жай жылдамдықпен келе жатқан машинаны соғады да екеуі бірге осының қалған жылдамдығымен ары қарай жүру үшін қандай да бір қашықтыққа тағы жүріп өтеді. Осыны біз серпімсіз соқтығысу деп атаймыз. Немесе пластилиннің қабырғаға жабысып қалуы. Бағанағы видеодағы мысалда бізде доп серпімді соқтығысу атқарды, ал пластилин бізде қабырғаға жабысып қалу арқылы серпімсіз соқтығысу атқарады. Яғни ол кері қайтпайды. Ал ендеше осы жерде біз есептер шығарсақ, бірінші есеп бізге былай дейді. Массасы 2 килограмм дене 3 метр секунд жылдамдықпен қозғалады деді. Импульсын табайық. Бізде импульс дегеніміз P деп белгіленеді. Формуласы МV. Массасы 2 килограмм. ХБЖ бойынша килограмм дұрыс. Және де 3 метр секунд жылдамдықпен қозғалады деді. ХБЖ бойынша метр секундта дұрыс. Метр бөлінген секунд. Ендеше біз білеміз, бізде осы жердегі дененің импульсы 6 килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд болып табылады. Ал ендеше әрі қарай кеттік. Бізде екінші есеп берілген екен. Массасы 1 килограмм дене бастапқыда тыныштықта тұр. Оған 4 метр секунд жылдамдықпен 2 килограмм дене келіп соғылды. Нәтижесінде екі дене де ортақ жылдамдықпен қозғала бастады. Жылдамдық нешеге тең дейді. Біз көріп тұрғандарымыздай массасы 1 килограмм дене бастапқыда тыныштықта тұр дейді. Ол дегеніміз бізде массасы 1 килограмм тыныштықта тұр дегеніміз бастапқы жылдамдығы 0-ге тең деген сөз. Оған ол бірінші дене және де бірінші жылдамдық. Оған 4 метр секунд жылдамдықпен 2 килограмм дене келіп соғылды дейді. Сонда бізде екінші дененің массасы 2 килограмм, ал жылдамдығы 4 метр секунд болып табылады. Осы жерде нәтижесінде екі денеде ортақ жылдамдықпен қозғала бастады. Біз білеміз, ортақ жылдамдық дегеніміз ол бізге серпімсіз соқтығысуға тән зат. Сол себепті біз осы формуланы қолданамыз. M1 плюс M1B1 плюс M2B2 тең болады. M1 плюс M2 ортақ жылдамдықпен. Осы жерде бізге айтады, осы U деген ортақ жылдамдықты табыңыздар дейді. Ендеше кеттік. 1 көбейтілген 0 плюс 2 көбейтілген 4 тең болады 1 плюс 2 көбейтілген U. Осы жерде U-ды тапсақ, мына жерде 0 болады, мына жерде 8 болады. Сонда біз 8-ді 0-ге қоссақ 8 болады, және де бөлеміз 3-ге. Сонда біздің жылдамдығымыз осындай сипатқа ие болады. Метр бөлінген секунд. Ортақ жылдамдығымыз. Ал ендеше екінші есепке келсек, массасы 3 килограмм 5 метр секунд жылдамдықпен келе жатқан доп, дәл сондай 3 метр секунд жылдамдықпен келе жатқан доппен серпімді соқтығысады дейді. Нәтижесінде 3 килограмм доп 2 метр секунд жылдамдықпен ұшып кетеді.
v2 нешеге тең дейді. Біз көріп тұрғандарымыздай бізде берілгеннің өзінде серпімді соқтығысу деп жазып қойған екен. Ендеше біз осы формуланы қолданамыз. m1 v1 плюс m2 v2 тең болады m1 v1 штрих плюс m2 v2 штрих. Осы жерде масса m1 3 v1 5 плюс m2 дәл сондай доп дейді. Яғни бізде m2-ның да массасы 3 болады екен. Және жылдамдығы 3 тең болады m1 3 плюс нәтижесінде 3 кг 2 метр секунд жылдамдықпен ұшып өтеді дейді. Үш көбейтілген 2 плюс 3 көбейтілген қандай да бір v2 штрих. Осы жерден біз табамыз 15 плюс 9 тең болады 6 плюс 3v 2 делік. Осы жерде 15 плюс 9 бізде 24-ті береді. 24 минус 6 дегеніміз 18. 18-ді 3-ке бөлсек бізде v2 штрих 18 бөлінген 3 тең болады 6 метр секунд деген сипатқа. Ал қорытындыға келсек, бізде импульс дегеніміз қозғалыстың мөлшері екенін түсіндік. Сыртқы күш болмаса импульс сақталады, яғни бізде бұл тұйық жүйе болса, және де серпімді соқтығысуда энергия сақталатынын, ал серпімсіз соқтығыста энергия жоғалатынын түсіндік. Және де қорытындыға келе айтатыным, физика бұл жаттау емес, логика мен түсіну болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі тақырып өте түсінікті болды деген ойдамын. Өздеріңіз пікірлеріңізбен лайк, комментарий жасаңыздар болады. Подписка деген батырманы міндетті түрде басып қойыңыздар. Келесі кездескенше.